Мен әдейі осы кітаптың атын Алаш заңгерлер деп қойдым. Оны бір өте қара дүрсін ойлайтын бір жігіттер Алашорданың заңгерлері деп түсініп қалыпты да. Алаш деген сөздің ұғымын тым тар шеңберде қарастырып тастапты да. Алаш деген сөз керек десең қазақтан да үлкен. Басқа да түркі жұрттарын қосатын үлкен ұғым. Алашорда үкіметі, Алашорда партиясы соны басшылыққа алып отыр. Біз сол ана жақтан келе жатқан Алаштың біз жалғасымыз, соның бір заңды мұрагеріміз деген мағынада құрды ғой енді. Сондықтан мен Алашорда заңгерлері туралы жазып отқан жоқпын. Мен Алашорда үкіметінің заңгерлері деп отқан жоқпын. Мен Алаш заңгерлері деп отырмын да. Алашқа қызмет еткен. Біздің алдымыздан неге өтпеді дейді ғой. Иә, айналып келгенде әңгімелер соған кіріп тіреледі. Бір азаматтар хабарласқан екен, сол жаңағыдай неғып біздің батамызды алмады деген жаңағы ескі кеңестік кезеңдегі шалдардың әңгімесін айтып отыр да, жаңағы бір тақырыпты иемденіп алып, соның бір иесі, қожасы болып отырғысы келеді де, ол